В общем, кімде ақша бар, сол заказ береді деген сон, мен отырмыз қарап жонышқан бетіне. Мына кісінің ақшасын бәрі күйеуінде, соны күтіп отыр енді. Күйеу келгеннен кейін заказ беремін дейді. Маған да бірдеңке беретін шығарсын. Қарызға береміз. Ассалаумағалейкум қымбатты достар. Эфирде Шошқа емес бағдарламасы. Бүгін бізде бағдарламамыздың қонағы Нони Коки. Ойбай, әдейі дәу футбол киіп алдың ба? Жоқ па? Алдын кейін футболка ма? Қандай өзгерістер бар, айта ғой. Мен мынау футболкам. Үшінші линиясы жабылады екен футболкасын, спокойно бос тұр мінекей. Дешелер подарок еткен кезде менде бір-ақ саусақ сиятындағанша қазір екі саусақ бүйтіп кіріп кетеді ғой. Ой, екі саусақ сиятын болып тұр ма? Басында бір саусақ сиятын дейді. Үші бұрат ағанасы мен бүйтіп отырамаушы едім, білесіз ба? Салам алейкум! Ең басты жаңалықты айтайық. Бұның салмағы 3 цифрдан тұратын, қазір бұның салмағы 2 цифрдан тұрады. Нақты қанша екен полный марафон біткеннен кейін айтатын боламыз. Қалайсың енді? Күшті бұрат. Ризасың ба? Күшті бұрат, дәл жандай. Вообще артап сағың. Так, сен, короче, футболкың нормально үлкейіпті. Шалбарың, саның несін десеш? Шалбарың. Бүйтіп тұршы да бұрат, білесіз ба? Иә. Мынаны қарасаңызшы. Ой, бой, красавчик. Қалай, менің методым күшті ме екен? Зың ғой бұрат. Бұл кішкене жанып кетті. Атан, что-то арықтамай жатырмын, салмағым тұрып қалды. Деп звондаған Алматыда. Сосын Таразға шақырып алдым. Қалай, нормально ме екен? Қасыңызда жүру керек екен ғой. 2 цифр болдың ба? Ей, жан. Айтанда сен что-то түнде бір бәле жеп жүрген жоқсың ба? Жеп жүрген жоқпын. Қасыма келді, 2 цифрдан топ ете қалды. Құдай қаласа марафон 5 күннен кейін аяқталады. Сол марафон біткеннен кейін біз тағы да бірнеше күн жеңімпазды анықтайтын боламыз. Яғни жіберген отчеттарын, видеоларын, фотоларын көріп отырып, сосын ол кісіні шақырып, тағы да салмағын есептеп, действительно жіберген отчетымен сәйкес келіп тұрма соны тексереміз. Егер барлығы окей болып тұрса, машинаның кілтін ұстатып шығарып салатын боламыз. Сол кезде Нони Коки'нде салмағын сіздерге көрсетеміз. Давай, не подводи. Бірақ сен машинаға қатыспайсың ғой, білесің ба? Сенің мотивацияң не? Жұмыс қой бұрат. Короче, айтам ғой, егер Нони мен айтқан бойынша арықтамайтын болсаң, салмақ тастамасаң, жұмыстан шығасың дедім. 2 цифрға қатты оған бұрат. Мен қасымда дәу адам жүрген керек емес. Өзім сияқты бір күшті бір жинақы, фигурный. Сондай шығарамыз ғой, Иә, бұрат, құдай қаласа. Все. Бұл, короче, марафон біткеннен кейін рұқсат бердік. Марафон біткеннен кейін бір донор, бір крылышки жейді. Болды, содан кейін қайтадан дұрыс тамақтануын жалғастырады. Дұрыс па? Болды. Ей, даусың шықпай қалды ғой. Дұрыс па? Тағы қосайықшы. Енді қазір марафонға қатысушылардың барлығын мен жақсы түсініп тұрмын. Олардың барлығында қазір миыларында өздерінің қатты жақсы көретін тамақтарын жегісі келіп тұрады. Бірақ сіз өзіңізді ұстаңыз. Марафон бітсін, арықтап алыңыз. Арықтағаннан кейін сол фигураңыз өзіңізге ұнап тұрса, ана жақсы көретін тамақтарыңызды өзіңіз-ақ ұмытып кетесіз. Надеюсь, ұмытып кетесіз. Ұмыттың ба донорды? Анан қара донор. Фукуда қаса. Не деген сұмдық, акимат қайда қарап отыр, біз қалай дамимыз, не деген сұмдық, мусордың бәрі үйіліп, төгіліп, шашылып жатыр деп ұрыс шығарайын десем, өзім үйім мусор екен ғой. Газ мусор жинайтындарды шақырып, бағана газелдің артына полный салып, көзін құртамыз. Көршілер, сабыр етіңіздер, сабыр. Ал балаңыздың мектеп бітіргені құтты болсын. Енді Танчоның туған інісі жалғыз бауыры мектеп бітіріп жатыр. Сол мектеп бітіргенінің құрметіне біздің кішігірім құттықтауымыз. Мынау менікі. Мынау менікі. Мынау Танчонг. Осы енді. Әпкең осында енді. Көрді ғой кім сені жақсы көретін, ә? Сенің 3 әпкеңде тұрмысқа шығып кетті ғой. Қай әпкең тұрмысқа шыққан кезде қатты қуандың? Үш әпкеңнің ішінде ең мінезі страшный кім? Ойбай. Тиктокты кейде жек көрем ше. Сағат 1-де кіргем ғой тиктокқа. 1-2 видео көрем да ұйықтаймын деп. Сағат 3 болды. Еще плюс мен туалетке барым келіп тұр. Епа. Мен саған 101 гүлді де берген екем, алтын палтын анау. Бірақ сенің ойыңда көп гүл
алған күшті ғой деп айтушы едің ғой. Вот саған көп гүл. Мына гүлдер қанша тырыссаң да сенің құшағыңа сыймайды. Тура солай менің саған деген сезімдерім қанша тырыссам да ішіме сыймайды. Әбден дайындаласың ғой. Киім қалай? Мынау негізі мен арықтағаннан кейін алған киімім ғой. Тағы да арықтап едім, мынау қарасай дәу болып қойған. Мынаны қарасай. Осылай болып тұр ғой. Мынау мен негізі арықтағаннан кейін алған шалбарым ғой. Айттым ғой саған мен бандан болам деп. Бандан болам деп бандан болып барады. Мен база ақындымын. Басты проблемаң база ма? Өліп қалды. Бұл өлсе де саған деген сезімің өлмейді. Что за дела вообще? Маған ойбай семіріп кеттің, аз арықта деп өздеріңіз не істеп жүрсіздер? Все, диета, тренировка, марафон. Все, с завтрашнего дня я тебе тұрам. Еріншектің ертеңін бітпек деген. Күнде айтарым бетер. Живой пример. Күнде ертең. Бүгін тағы тұрдың қош етін деді. Ертеңді жоқ тағызға бәрі маған арықта деп алып өздері семіріп алып. Баяғыда мама паркке шығып жаяу көп жүретін. Енді ол кезде темекі шегетін. Темекі қалай қойды вообще шықпай қалды далаға. Ассалаумағалейкум. Күнделікті таң атпай тұрып Шагайттау жаяу жүрмегелі біраз болып еді. Оң аяғым кәдімгідей ауырып қалды, ё-моё. Тоқтамау керек. Цель қойдық, соған жету керекпіз. Таңертең жүргеннің бір кайфы, қала тып-тыныш қой. Просто кайфуешь. Құстар сықырып жатыр. Табиғат, шөптің иісі кәдімгі четко мұрдыңа келеді. И миың жұмыс істей бастайды ғой. Бұлай терлемегелі көп болып еді. Денсаулық зор байлық. Қазірден өзіңізді қолға алмасаңыз, ертең өкініп қаласыз. Так что спорт және махаббат, дұрыс тамақтану. Кәнде көтентеріліп кеткенше. Бермей. Ой, рағатай. Инстаграмдағы Колобок пен өмірдегі Елдостың бір айырмашылығы бар. Инстаграмдағы Колобок ол армандар орындалады дейді. Өмірдегі Елдос бір арманы әлі орындалмаған. Соны орындауға әрекет етіп жүр. Бір арманым орындалмай жатыр екен деп өмірден түңіліп кетпейтін шығарым, ә? Лучше соны орындауға әрекетін жасайын. Мына жақта тренировка жасап жүрген құстар дақырына. Бір адам жоқ қой тренировка жасап жүргенше. Тек құстар ғой. Саламалейкум, братуха. Адамдар, қайдасындар? Неге тренировка жасамайсыңдар? Don't this shit make a nigga wanna jump? Bang this hot shit out your trunk. Mommy going crazy, she probably drunk. It's your boy. Естеріңізде ма, арықтасам жоқ дегенде 3 рет тартылам турникқа деп едім ғой. Всегда тартыламайтын. Бүгін көрейік. Что там? Түсті ма өзі? Түскен екен ғой. Уже 4-5 рет турникке тартыла аламыз. Соны 10-ға жеткізу керек енді. Таныс болыңыздар, Шашхан номер 1. Қанша? 81-80. 85 едім, өткен сіз 87-ге түстім деген соң. Жеймен ұш. Ақтадың ба? Мен мотивация болдым ба саған? Страшно мотивация болды. Мынау да арықтауды бастады, кішкене тастады салмағын, менен ұялғаннан. Салынып түскен мұ? Мына кісіде ғана ұят жоқ екен. Вообще сенбеуші еді сіздің бір адам диета ұстайын деген сөзіне ше. Ұстайын десе жаймен іштей. Бірінші күлетін мына кісі еді ғой, бірінші күлетін, арықтайын десе. Қазір шүкір. Екінші күлетін, әлі. Сразу маған прикол тұғатын арықтайым десем. Чо там? Күлкілі ма енді? Күлесіз ба? Күлсекші. Молодец, так держать. Мен арықтағым талып атыр ғой уже. Сен 80 болып тұрсың ба? Тезірек қаш енді, мен 80-ге баратырмын. Қысқасын айтқанда, ешкімнің сөзін көтеріңе қыстырма. Даже жақын адамдарың сенбесе де, тармай істетпе.
қолынан келмейді, жасай алмайсың, істей алмайсың деп айтса, айта берсін. Сен әрекет етуіңді тоқтатпа. Денсаулық сенікі, сенің денсаулығың саған ғана керек. Сол үшін понедельник бастайым, әр айдың бірі бастайым, немесе ертең бастайым деп айтудың қажет жоқ. Дәл бүгін баста. Арықтауды тоқтатпа. Өзіңе керек салмаққа дейін от души арықта да дәлелде. Өзіңе дәлелде қолынан келетінін. Өзгелерге дәлелдеудің қажет жоқ. Олар результатты көргенде өздері мойындайтын болады. Маған дайректен миллиондаған хаттар келіп жатыр. Қалай арықтадың, не жедің, не іштің, не істедің деп. Мен енді общий тастағаным 27 килограмм. Енді 3 килограмм тастасам, ровно 30 болады. 30 килограмм болған кезде мен сіздерге барлығын открыто айтатын боламын. Не істеу керек, қалай істеу керек екенін. Ал сіздер маған шабыт беріп, поддержка беріп, лайк пен комментарийларыңызды жазып қойсаңыздар болады.